азамат жарын қаншалықты сүйе алады? Ерлі зайыптылар бір мәңгілік, бір өмір, бір ажал. Жұптасқан ерлі зайыптылар бір тұтас энергия жүйе. Бірі қалт өзгерсе, жүйе тұтасымен өзгеріп сала береді. Әйел жүйенің ішкі жағы, ері сыртқы жағы. Әйел іштей мүжіледі, іштей ойланып толғанады. Ол көбіне іштей уайымдайды. Ішкі монолог пен диалогқа бейім. Ал азаматқа оның өз әрекеті, сыртқы әлемдегі қозғалысы, жеңісі маңызды. Осы екі қағидатты сәйкестендірсе, әйелдің ішкі жан толқынысы мен ерінің соған сырттай реакциясы арасында байланысты байқауға болады. Ер мен әйелдің өзара байланысына мән берсек, ері әйелі тудыратын эмоционалды күйді сыртқа шығарушы. Егер ері ашуланшақ болса, әйелі өкпешіл болғаны. Өкпе ерінің ашуын сезіну қалыбы. Бір қасиет, бір-екі түрлі көрініс береді. Ері қызғаншақ болса, әйелі тұйық болғаны. Әйелі жаңа көйлегін неше сомға алғанын, жұмыстан кейін қайда барғанын жасыруы мүмкін. Сонда ер күмәнданып қызғана бастайды. Жауапкершілігі жоқ еркектің әйелі бағынбайтын боп шығады. Әйелі үнемі кері сөйлеп, күйеуі ойламастан өзінен ыңғайлы жолмен жүретін болады. Мылжың еркектің әйелі бейпіл болмақ. Ерін әжуалайтын, ауыр сөздер айтатын. Боқтанбаз әйел еркектің бойынан мылжыңдық пен кінәмшілікті тудырады. Еркектің қатыгездігі әйелдің бойында өсек құмарлықпен байқалады. Ол адамдарды сөзбен тұрмастай етеді. Сөзбен қатыгездік танытқаны. Әйел неғұрлым өсекке жақын болса, ері соғұрлым қатыгез бола береді. Еркектің қатыгездігі әйелдің бойында өсек құмарлықпен байқалады. Еркектің сарандығы мен ашкөздігі әйелдің өтірікші әрі еріне құрметсіздігімен көрінеді. Күйеу сараң болса, оның әйелі үнем алдап күйеуін құрметтемейтін болады. Ең маңыздысы, егер еркек ішкіш болса, әйелдің жүрегі суық болғаны. Әйелдің суықтығы оның махаббатты дұрыс бере алмайтындығын білдіреді. Бір қасиет ері мен зайыбында екі түрлі көрініс береді. Ерінің сараңдығы бергісі келмеу болса, әйелінің бойында ол тоқшарлық болып та көрінеді. Бұның бәрін оқыған адам жұбайына претензия айту бекер екені ұғынса дедік. Одан да өзіңізге қараңыз. Өз бойыңызда қандай қасиет барын бағамдап, соны өзгертуге тырысу маңыздырақ. Жұптың дұрыс дамуы осыдан басталады. Тағы бір нәрсе. Ер әйелін, әйелі ерін сүйе алғандай сүйеді. Әйел ерін өзін қаншалықты жақсы көрсе, соншалықты сүйе алады. Ері зайыбын ол өзін қаншалықты жақсы көре алса, соншалықты сүйеді.
Татьяна Лявин.